Бір бала туралы болған оқиға тыңдаңыздар. Олжас деген есімді бала туралы болған оқиға тыңдаңыздар. Ол қастыруды өте қатты көретін. Бір күні ол үйінде сөйледен бір микрофон табып алды. Оның қолында аздап айналдырып, ұстап көріп, оған дөңгелектер, мотор мен жан жалғап. Робот қастырды. Ол роботтың аты Робо-2 деп қойды. Неге 2 деп ойлайсыздар? Өйткені оның бірінші жасаған роботы тез бұзылып қалып, тіпті бөлменің соңына дейін жетіп үлгермеді. Ал екінші Робо-2 бәрін істей алады. Керек болса бөлмені жинайды. Бәрі ойыншықтарды жинап қояды. Ал анасына ыдыс жууға көмектеседі. Робот Олжасқа пайдалы. Әр адам тағамдары таңдап бере алады. Олар бірге көңілді әндер тыңдайды. Далада итпен серуендейді. Мынау нағыз ғажайып робот екен. Бізге де осындай көмекші болса ғой деп таң қаласыз. Олжас өзінен досына қатты үйреніп кетті. Ол роботтар шаршамайтынын білетін, бірақ содан қарамастан оны айнап көмектескісі келетін. Өйткені ол екеуі бірге жүреді. Әрдайым көңілді болады. Ал Олжас болса, досы Робо-2 үйреткеннің арқасында көп нәрсені өзі істей алатын болды.